Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода түріктің ачма деп аталатын булочкасын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады, және де ең бастысы арасы қатпарлы болып шығады. Міне қарасаңыздар, өте керемет арасы деген кәдімгі қатпарлы болып шыққан. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Ең алдымен үлкендеу ыдысымызға 1 стакан жылы су және де 1 стакан жылы сүтімізді құямыз. Және де шамалы қантымызды салып, 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Жақсылап қантымыз ерігенше араластырамыз. Енді 2 дана жұмыртқаның ағын саламыз, сарысын бетіне жаққан қалып қаламыз. Және де 1 шай қасық ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді кәдімгі сұйық майымыздан шамалы 100 грамдай қосамыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды 2 бөліп қосып, біздер өте жұмсақ қамыр илейміз. Құрметті достар, қазақ тілді рецепттердің, осындай қазақ тілді видеолардың ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қосып, астындағы подписаться батырмасын басып, жәніндегі қоңырауша белгіні басып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Міне қыздар, біздің қамырымыз өте жұмсақ болып иленді. Енді бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді 1 пачка сары майды бөлме температурасында ерітіп қоямыз. Міне қыздар, біздің қамырымыз көтерілді. Енді осыны үстелдің үстіне қойып, 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Видеода қарап отырсаңыздар, барлығы түсінікті етіп көрсетілген. Мінекей қыздар, дәл осылайынан 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Енді біздің еріп тұрған сары майымызды алып, толықтай осы қамырдың барлық жағына жағып шығамыз. Мінекей қыздар, сары майымызды жағып алдық. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырдың екі шетін ортасына қарай қайырамыз. Енді асты жағынан тағы да қайырамыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, дәл осылайынан қайырып алғаннан кейін, осыны қолымызбен басып отырып, тағы да 4 бұрышты етіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Мінекей дәл осылайынан жайып алдық. Бізде қалыңдығы 3-4 мм болуы керек. Енді видеодағыдай пышақтың көмегімен осылайынан арасы 2 см болатындай етіп кесіп шығамыз. Енді біз булочкаларымызды формаға келтіреміз. Міне видеодағыдай осылайынан орап, екі жағын біріктіреміз. Сонымен біздің булочкамыз дайын болады. Міне осылайынан формамызға ақырын орналастырамыз. Араларын ашып-ашып орналастырыңыздар. Мінекей бізде бірінші булочкамыз дайын болды. Енді келесі, міне қарап отырсаңыздар, видеодағыдай етіп, осылайынан булочкаларымызды жасап шығамыз. Мінекей достар, барлық булочкаларымызды дәл осылайынан жасап шығамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, өте оңай жасалады. Формаға булочкаларымызды орналастырғаннан кейін 15-20 минутқа шамалы көтерілгенше қойып қоямыз. Одан кейін барып жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Қалауыңыз бойынша бетіне кунжут және де мак сеуіп, қызып тұрған пеште 200 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне достар, біздің булочкаларымыз толықтай пісіп шықты. Өте жұмсақ әрі дәмді. Ең бастысы, жасалу жолы өте оңай болып келеді. Міндетті түрде осы мен көрсеткен рецепт бойынша жасап көріңіздер. Азанғы, таңғы асқа және де үйдегі балаларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.